тақырыбына шартты рефлекстерге тоқталатын боламыз. Негізгі шартты рефлексті 1909 жылы Павлов негізгі зерттеп, соған қызыға бастайды. Оның ең алғашқы дәлел ретінде ол өзінің итіне, яғни шартты рефлекстерге байланысты тәжірибелер жүргізуді сол кезден бастайды. Ал енді сол үш тұжырымды келтіреміз. Яғни біріншісі бұл тұжырымдар әлі күнге дейін әрі нақтыланбаған тұжырымдардың бірі орталық жүйке жүйесіне әсері. Яғни бұл шартты рефлекстердің пайда болуы орталық жүйке жүйесінде яғни тежелуі іспетті болып сипатталынады. Бірақтан бұның ішінде яғни бұл нейрондардың арасындағы бір-біріне тітіркену, яғни қозудың болуынан да осы шартты рефлекстер қалыптасады деген тұжырымдама бар. Ал шартты рефлекстердің жалпы рецептор орналасуына байланысты да бөлінеді. Бұл интернативті экстра секілді болып бөлінеді. Ал енді шартты рефлекстер табиғи жасанды болып та бөлінеді. Яғни кейін бұл табиғи шартты рефлекстер яғни ұзақ уақыт мерзіміне де байланысты уақытша немесе ұзақ секілді болып та бөлінеді. Және бұл шартты рефлекстер әсер ету ағымы бар, яғни олардың әсер етуі яғни сөл арқылы, қан тарату жүйесі арқылы және де экстерлі және де қимыл қозғалыс секілді болып та бөлінеді. Ал биологиялық маңызына келетін болсақ, бұл бірінші барлығымызға белгілі бұл ас қорыту, жыныстық және де сыртқы ортадан қорғаныштық, кейін бағдарлау, яғни алдыңғы яғни бағдарлау адамда өзі инстинкт болады. Ал енді одан кейін ең ерекшелерінің тағы біреуі бұл яғни уақытқа байланысты рефлекстер қалыптасады дегенді тұжырым жасалынған. Және де бұл тұжырымдардың ішінде үрдістің жүруіне байланысты қозғыш және тежегіш болып табылады. Мысалы тежегішке бірден бір мысал айтсақ, мектеп жасындағы